Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен алқа жасайтын боламыз. Яғни мен алдын ала дайындап алдым. Дәл осындай әдемі алқа жасаймыз. Мен сіздерге жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші бізге бисерлік ине керек және леска керек болады. Лескіміз, жібіміз тез бітіп қалмас үшін, өздеріңіз үшін кішкене ұзындау қылып алсаңыздар жақсы болады. Инемізге кигізіп алдық. Енді бастаймыз. Ең алдымен беконус, яғни бусинімізді кигіземіз. Одан кейін бір бисер, қайтадан беконус. Осылай кигізіп алдық. Осылай ең соңына дейін апарып байлап аламыз. Байлап алдық. Енді біздің байлаған жеріміз көрінбес үшін, яғни бусинімізге кіреміз. Кішкене қаттылау тартамыз бүйтіп. Сонда міне жіптің арасында бізде қалып қояды. Бұл яғни бізге керек емес, бұны алып тастаймыз. Енді келесі бисерімізге кіреміз. Кірдік. Енді 11 бисер инемізге кигіземіз. Міне мен кигізіп алдым. Осында енді біз келесі инеміз осы жерден шығып тұрса, мінекей. Енді келесі мына бисерімізге кіргіземіз. Кигіздік. Тағы да дәл осылай 11 бисер инемізді демейміз. Осыдан дәл ортасына, яғни тауып, осының дәл ортасына келеміз инемізді. Алтыншыға келіп саламыз, ортасына көріп тұрсыздар. Енді қайтадан беконусымызды аламыз. Дәл осылай келесі мына дөңгелекше бисеріміздің дәл ортасына инемізді кіргіземіз, яғни алтыншыны. Екі бисердің ортасында орналасқан, бусиннің ортасында орналасқан, яғни бисерімізді есептемей санаймыз. Міне 2, 3, 4, 5, алтыншысына міне кіргіздік. Бұны да дәл осылай екі бисердің ортасындағы қосындысын санамай, келесісін санаймыз, яғни ортадағы санап есептемейміз, содан кейінгісін есептейміз. Яғни міне алтыншысына ортасына келеміз. Келесінде дәл солай. Мына өзі шығып тұр, міне беконус, яғни бусиніміз. Сол бисерге кіргіземіз. Дәл осындай шығады міне. Енді осыдан дәл алғашқыдай қайталаймыз. 11 бисер жинап, дәл осы ортаға кіргізе аламыз. 11 бисер жинап, қайтып мына ортасына, 11 бисер жинап, дәл осы ортасына келеміз. Сонда осылай біз қайталана береді, яғни осылай қайталай береміз. 11 бисер жинадым. Ең алғашқыдай қайталаймыз. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын, көрініп жатыр деп ойлаймын. Қайтып 11 бисер. Яғни 6 бисерден өткізіп жатырмын, дәл ортасына келу үшін. Және жібімізді тартуды ұмытпаймыз. Дәл ортасына келдім, енді қайталаймыз.
қаттырақ тартамыз. Дәл осылай өздеріңізге керек размерде, мөлшерде мойындарыңызға қарай өлшеп алсаңыздар болады. Яғни мен осындай размерде істедім. Сіздер өздеріңізге керекті размерде жасап алсаңыздар болады. Енді не істейміз? Осылай керекті мөлшерімізге дейін жасап болғаннан кейін, яғни қалай біз бітіреміз, яғни мына жібімізді қалай байлап бекітеміз. Яғни дәл осы жерден осылай алып, дәл осылай бекітіп, және мына бисерлеріміздің арасынан бетіп өтіп шығасыздар. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Бітіріп, қайтадан мына бисерлеріміздің ортасынан, бусиннің ортасынан, яғни жүргізіп шығамыз. Мен яғни алдын ала дайындап қойдым. Міне, менде бітті. Осылай бәрін әкеліп байлайсыздар. Сосын артығын жаңағыдай осылай қиып тастаймыз. Енді бізге осындай екі бусин керек болады. Және пинойымыз керек болады. Енді осыған кигіземіз. Және мына үшеуінің, яғни арасынан біз шығаруымыз керек, ортасынан. Осылай қорықпай итеріп, міне, бізде дәл осылай шықты. Енді осыған ақ моншағымызды аламыз. Колпачок кигіземіз. Кигіздік. Круглогубцеміз көмекке келеді. Оны осылай дөңгелектеп келесінде дәл солай екі жағын бекітіп алдық. Дәл осындай бізге екеу керек болады. Келесі жағына да дәл осылай кигіземіз. Бұны қысқартамыз, кішкене дөңгелегін ашып. Осыған колпачок. Мына жерін қатты қысып отырып, мына жері сәл кішкентай болады, сондықтан осы қатты ұстап отырып, мына жерін дөңгелеп қоямыз. Кішкентай жағын кигіземіз. Енді тек цебімізді ғана кигізу ғана қалды. Екі бірдей қылып цепті алдым. Соединительный колечко, оған карабинімізді кигіземіз. Дәл осылай келесі жағына кигізіп алыңыздар. Біздерде дәл осындай әдемі, ерекше алқа дайын болды. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, каналға жазылып, подписаться батырмасын басуды, кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.